Сәлеметсіздер ме? Бұл дәрісте біз Теvenin теоремасын қарастырамыз. Тізбек А және Б екі бөлікке бөлінген деп есептейік. А контурын Теvenin эквивалентімен ауыстыру Б тізбегіндегі кез келген элементтердің кернеуі мен тоқ күшін өзгертпейді. Тізбектің Теvenin'дік бөлігінде ашық тізбекті кернеу көзі және Теvenin резисторы деп аталатын резистордан тұрады. Теvenin теоремасын жұмыс істеу үшін бізде бір шарт болады. Ол, егер тізбекте тәуелді қорек көзі болса, тәуелді көздің екі бөлігі де А немесе Б-да болуы керек. А тізбегіндегі Теvenin эквивалентті тізбегін табу үшін бізге мыналарды анықтау керек. А және Б терминалдарындағы А тізбегінің ашық тізбек кернеуін, екінші А және Б терминалдарындағы А тізбегінің қысқа тұйықталу тоғын анықтау керек, және А жұлдызша тізбегінің Теvenin кедергісін анықтауымыз керек. А жұлдызша тізбегі А тізбегінен құрылады. Барлық тәуелсіз кернеу көздерін қысқа тұйықталулармен ауыстыру және барлық тәуелсіз тоқ көздерін ашық тізбектерге ауыстыру керек. R Теvenin резисторын анықтауға болады, ол үшін тізбекте және параллель жалғанған резисторларды эквивалентті резисторлармен бірнеше рет ауыстыруға болады. Немесе ашық тізбек кернеуі және қысқа тұйықталу тоғын пайдалану керек. Яғни ашық тізбек кернеуіміз тең болады R Tevenin'дік резистор көбейтілген И қысқа тұйықталу тоғына. Бұл мысалда бізге Tevenin'нің эквиваленттік тізбегін анықтауымыз керек. Мұнда бізде А және Б түйіндеріміз бар, және ашық тізбек кернеуіміз бар. Бізге осы кернеуді анықтауымыз керек. Бұл ашық тізбек болғандықтан, мына жерден өтетін тоғымыз 0-ге тең болады. Сондықтан бұл 4 Ом резисторды кернеу түсу болмайды, және оны жоқ деп есептейміз. Мына жерде В отсымыз бар. В ашық тізбек тең болады 50 көбейтілген 20 Ом бөлінген 20 Ом қосылған 5 Ом тең болады 40 вольт. Бұл біздің ашық тізбек кернеуіміз болады. Енді қысқа тұйықталу тоғын табамыз. Тізбегімізді сызамыз. Плюс-минус 50 вольт. Бес Ом резистор. Мұнда 20 Ом резистор. 4 Ом резистор. Мұнда А түйініміз бар. А мен Б түйінімізді қысқа тұйықтадық. Және мұнда ВЦ бар. Және 4 резистор бойымен өтетін бізде қысқа тұйықталу тоғымыз бар. Енді біз осы ВЦ түйіні үшін Кирхофтың тоқ заңын жазамыз. ВЦ минус 50 бөлінген 5 қосылған ВЦ бөлінген 20 қосылған ВЦ бөлінген 4 тең болады 0-ге. 4 ВЦ азайтылған 200 қосылған ВЦ қосылған 5 ВЦ тең болады 0-ге. Есептейміз 10 ВЦ тең болады 200. Яғни бұл жерден ВЦ-мыз бізде тең болады 20 вольтқа. Яғни И қысқа тұйықталуымыз бізде тең болады ВЦ бөлінген 4 Ом тең болады 5 амперге. Енді Tevenin'нің ашық тізбекті қысқа тұйықталуға бөліндісіне тең болады резисторымыз.
яғни RT тевениндік резисторымыз тең болады V кернеуіміз ашық тізбек бөлінген И қысқа тұйықталу тоғына. Яғни 40 вольт бөлінген 5 ампер тең болады 8 омға. Нәтижесінде пайда болған эквивалентті тізбегімізді саламыз. Плюс-минус ашық тізбек кернеуіміз мына жерде 40 вольтқа тең. Және мұнда тевенин резисторымыз бар 8 ом. А түйіні және Б түйіні бар. Бұл біздің тевениннің эквиваленттік тізбегі болады. Енді тевенин эквиваленттік тізбегін басқа жолмен тауып көрейік. Алдыңғы слайдта біз В ашық тізбек кернеуін тапқан едік. Ол бізде тең болды 40 вольтқа. Мына 50 вольт кернеуді жоқ деп есептейік. Тізбекті резисторлық желіге дейін азайтамыз. 5 ом резистор бар мына жерде. Оған параллель 20 ом резистор. 4 ом резистор бар мұнда. А терминалымыз және Б. Мына жерде бізде 5 және 20 ом резисторлар бір түйінге қосылып тұр. Бір түйінге қосылып тұр. Бұлар параллель, сондықтан есептеп көреміз. 5 ом параллель 20 ом. Тең болады 1 бөлінген 5 қосылған 1 бөлінген 20. Тең болады 100 бөлінген 25 4 омға тең болады. Бұл біздің бірінші қадамымыз және тізбекті азайтып, қысқартып қайтадан саламыз. Мұнда 4 ом. Мына жерде тағы да 4 ом резисторымыз бар. Енді бізде мына 2 резисторымыз тізбектей жалғанып тұр. Сондықтан эквивалентті тізбегімізді анықтаймыз. Яғни тевенин резисторымызды анықтаймыз. Ол тең болады 4 ом қосылған 4 ом тең болады 8 омға. Біз резисторларды қысқарту арқылы тевенин резисторын анықтадық. Сондықтан бұл эквиваленттік тізбекті табудың тағы да бір жолы болып табылады. Бұл мысалда да бізге тевениннің эквиваленттік тізбегін анықтауымыз керек. Бірінші, ашық тізбек кернеуді белгілеуден бастаймыз. Плюс-минус V30. 4 ом резистор бойымен тоқ жүрмейді, сондықтан И тең болады 0-ге. В ашық тізбек мына жердегі потенциалға тең болады, сондықтан V30 деп жазамыз. Және осы түйін үшін Кирхофтың тоқ заңын жазамыз. V30 минус 10 бөлінген 10. Тоқтардың бағытын белгілейік. Мына тоғымыз былай жүріп отыр. Мына тоғымыз былай және мына тоғымыз мына бағытта жүріп отыр. Жазамыз қосылған V30 бөлінген 40 қосылған 2 тең болады 0-ге. Есептейміз, ортақ бөлім беріп V30 минус 40 қосылған V30 қосылған 80 тең болады 0-ге. 5V ашық тізбек тең болады минус 40. В ашық тізбегіміз тең болады минус 8 вольтқа.
Тізбектің ашық тізбек кернеуін анықтадық, ол минус таңбада да бола береді. Енді бізге тевенин резисторын анықтауымыз керек. Ол үшін кернеу көзін қысқа тұйықтаймыз және тоқ көзін ашық тұйықтау арқылы анықтаймыз. Тізбегімізді сызамыз. Мұнда 10 ом резистор. Оған параллель 40 ом резисторымыз бар. Және мына жерде 4 ом резисторымыз бар. А, Б. Яғни бізде мұнда тоқ көзі жоқ және кернеу көзін қысқа тұйықтадық. Енді бізде бұл жерде 10 және 40 ом резисторларымыз параллель жалғанған, сондықтан эквивалентті резисторымыз 8 омға тең болады. Енді тізбегіміз тағы да қысқарды. Қайтадан сызып көреміз. Мұнда 8 ом резисторымыз бар. Және мұнда 4 ом резисторымыз бар. Сегіз және 4 ом резисторларымыз тізбектей жалғанған, сондықтан R эквивалентті резисторымыз тең болады 12 омға. Сәйкесінше тізбекті саламыз. Минус плюс 8 вольт ашық тізбек кернеуіміз. Және мұнда 12 ом резисторымыз бар. Яғни бұл біздің тевенин эквиваленттік тізбегіміз. Бұл мысалда бізге R тевениндік резисторды және ашық тізбек кернеу мәндерін анықтауымыз керек. Бұл мысал оңай шешіледі. Бізде ашық тізбек кернеуіміз тең болады 2 вольтқа. Себебі бізде бұл жерде ешқандай есептеулер жүргізбейміз. Өйткені мына жерде өтетін тоқ жоқ. Екі түйін арасындағы ашық тізбек кернеуіміз белгілі болды. 3 вольт кернеу 3 ом және 6 ом резистормен байланысқан, және біз кернеу бөлгішті пайдаланамыз. Яғни 3 ом мен 6 ом бірдей тоқ өтетін болғандықтан ол 3-тен 1-ге тең болады. Сондықтан ашық тізбек кернеуіміз 2 вольтқа тең болады. Енді сәйкесінше тізбегімізді саламыз. Яғни мұнда бізде 3 ом резисторымыз бар. Оған параллель 6 ом резисторымыз бар. Және мұнда 6 ом резисторымыз бар. Енді 3 ом мен 6 ом резисторларымыз параллель жалғанып тұрғандықтан эквивалентті резисторымызды табамыз. Ол бізде тең болады 2 омға. Енді мұна 2 ом резистор мен 6 ом резисторымыз тізбектей жалғанған. Сондықтан R тевениндік резисторымыз тең болады 8 омға. Сонымен бұл жерде бізде тәуелді қорек көзі бар тізбек берілген. Стандартты схема бойынша шығарамыз. Яғни мұнда бізде ашық тізбек кернеуіміз бар. Мына жерде тоқ жүрмейді, сондықтан 0-ге тең болады. С түйіні мен сілтеме түйін арасында V30 кернеуіміз бар. Және мұнда И тоғымыз бар. Ол осы бүкіл тізбек бойымен жүреді. Енді Кирхофтың кернеу заңын жазайық. 6 көбейтілген И азайтылған 2 көбейтілген И қосылған 6 көбейтілген И тең болады 20-ға.
Бұл жерде И тең болады 2 амперге. Енді В ашық тізбек кернеуіміз тең болады 6 Ом резистор көбейтілген Иге, яғни 6 Ом көбейтілген 2 амперге тең болады 12 вольтқа. Сонымен В ашық тізбек кернеуімізді анықтадық, ол 12 вольтқа тең болады. Сонымен алдыңғы слайдта біз В ашық тізбек кернеуімізді есептедік. Ол тең болды 12 вольтқа. Енді И қысқа тұйықталу тоғымызды анықтауымыз керек. Ол бізде мына жермен өтіп жатыр. Оны біз түйін кернеуін талдау арқылы шеше аламыз. Яғни мына жерде бізде ВЦ түйініміз бар, және мұнда ВБ түйініміз бар. Жазамыз ВЦ минус ВБ тең болады 2 көбейтілген И. Бұл жерден И тең болады ВЦ бөлінген 6-ға. ВЦ минус ВБ тең болады ВЦ бөлінген 6, 2 бөлінген 3 көбейтілген ВЦ тең болады ВБ-ға. Бұл біздің бірінші теңдеуіміз болсын. Оны алдыда қолданамыз. Мына жерде бізде тәуелді қорек көзіміз бар. Және біз мына 2 түйінді қосып, қосымша түйін жасай аламыз. Бұдан біз не аламыз? Тоқтардың бағытын белгілеп көрейік. Енді жазамыз ВБ минус 20 бөлінген 6 қосылған ВЦ бөлінген 6 қосылған ВЦ бөлінген 10-ға тең болады 0-ге. 5 ВБ минус 100 қосылған 5 ВЦ қосылған 3 ВЦ тең болады 0-ге. Бірдей айнымалыларды біріктіріп жазамыз 5 ВБ қосылған 8 ВЦ. 100-ді плюс таңбамен оң жаққа ауыстырамыз, тең болады 100-ге. Енді мына бірінші теңдеуді орнына қойып есептейміз. 10 бөлінген 3 ВЦ қосылған 8 ВЦ тең болады 100-ге. Яғни 11 бүтін 100-ден 33 ВЦ тең болады 100-ге. Бұл жерден ВЦ-ны анықтайтын болсақ, оның мәні тең болады 8 бүтін 100-ден 82 вольтқа. Енді И қысқа тұйықталу тоғымызды есептейміз. Ол тең болады ВЦ бөлінген 10 омға. Яғни тең болады 8 бүтін 100-ден 82 вольт бөлінген 10 ом тең болады 0 бүтін 1000-нан 882 амперге. Бұл біздің И қысқа тұйықталу тоғымыздың мәні. Енді тевенин резисторын анықтаймыз. R тевенин резисторымыз тең болады В кернеу бөлінген И қысқа тұйықталу тоғына. Тең болады 12 вольт бөлінген 0 бүтін 1000-нан 882 амперге. Тең болады жуықтаған кездегі мәніміз 13 бүтін 10-нан 6 омға. Енді тевенин эквиваленттік тізбегін саламыз. Мына жерде плюс-минус 12 вольт ашық тізбек кернеуіміз бар. Және мұнда
13,6 тевенин резисторымыз бар. Сонымен есептің жауабын шештік. Бұл жаттығуда бізге R тевенин резисторын және V ашық тізбек кернеу мәндерін анықтауымыз керек. Бірінші ашық тізбек кернеуімізден бастаймыз. Яғни мұнда плюс-минус 30. Мына жерде I тоғымыз 0. Және мұнда V30 бар. Ол тең болады 2 көбейтілген IA-ға. Бұл бүкіл тізбек бір циклдан тұрады. Яғни ол арқылы бізде IA тоғымыз өтеді. Енді Кирхофтың кернеу заңын жазайық. Минус 2 IA қосылған 6 көбейтілген IA плюс 12 тең болады 0-ге. Бұл жерден IA-ны анықтайтын болсақ, ол тең болады минус 3 амперге. Енді V ашық тізбек кернеуіміз тең болады 2 көбейтілген IA, яғни минус 6 вольтқа тең болады. Ашық тізбек кернеуіміздің мәнін анықтадық. Енді шатаспас үшін тізбегімізді қайтадан салайық. Плюс-минус 12 вольт кернеу көзіміз бар. 6 ом резистор. Онда 2 көбейтілген IA. 3 ом резисторымыз бар. Мұнда кернеу тәуелді қорек көзіміз бар. 2 көбейтілген IA. Мына жерде I қысқа тұйықталу тоғымыз жүреді. Мұнда IA тоғымыз жүріп отыр. Енді IA-ны анықтаймыз. IA тең болады 2 көбейтілген IA минус 12 бөлінген 6-ға. Есептейміз. 6 көбейтілген IA тең болады 2 көбейтілген IA минус 12. Яғни бұл жерден IA-ның мәні минус 3 амперге тең болады. Енді біз I қысқа тұйықталуымызды тауып көрейік. I қысқа тұйықталуымыз тең болады 2 көбейтілген IA бөлінген 3-ге. Яғни тең болады минус 2 амперге. Бізде V ашық тізбек кернеуіміздің мәні бар. Және I қысқа тұйықталуымыздың мәні бар. Енді тевенин резисторын табамыз. Яғни тевенин резисторы тең болады V ашық тізбек кернеуі бөлінген I қысқа тұйықталу тоғына. Тең болады минус 6 вольт бөлінген минус 2 амперге. Тең болады оң таңбалы 3 омға. Сонымен есебіміздің жауабын анықтадық. Осымен біздің тевенин теоремасын қарастыруымызды аяқтадық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.